Абдулла ибн Мас'удтан келеді бір хадис. Осы хадис көбірек ашады бұл мағынаны. Мән жа'алал хумуа хамман вахидан хамма ахиратихи кафаху Аллаху хамма дуняху дейді. Кім бұл өмірдегі бүкіл уайым қайғысының барлығын дейді, бір ғана уайым қылатын болса дейді, бір ғана уайым, бүкіл уайым қайғысының бәрі сол бір уайым, ол ақиреттің уайымы. Алланың құзырына барған уақытта менің жағдайым қалай болады? Мен ақиретімнің азығын толығымен қамтамасыз еттім ба, қамдандым ба дұрыстап? Сол уайыммен жүреді. Пайғамбарымыз айтып отыр. Негізгі уайымы сол дейді, бітті. Қалған уайымдар ол бірінші кезекте емес ол. Бүкіл уайымының бәрі сол. Алла Тағала оның бұл дүниедегі проблемасының барлығын шешіп қояды дейді. Кім бүкіл уайымының бәрін ақиреттің уайымы қылатын болса дейді. Ары қарата айтады: "Уаман ташаабат бихил хумуму фи ахвали дуния лам юбалиллаху фи ай аудиятиха халак." Ал кімде кім бұл дүниенің проблемаларымен өмір сүретін болса дейді, ақиреттің уайымын ұмытты ол. Бұл дүниенің мәселелері уайымы сол. Әр түрлі бұл дүниенің жаңағы проблемаларымен кетті. Бүкіл уайымы, бүкіл қайғысы күнделікті осы дүниенің мәселелері. Біресе ол жұмысының мәселесі, біресе мысалы жаңағы бала шағасының, біресе мысалы жаңағы машинесінің, біресе үйінің, біресе басқа мысалы екінші әйелінің, үшінші әйелінің проблемасы, сонымен жүр ол тек қана. Онда Алла Тағала ол сол проблемалардың қайсысында апатқа ұшырайды, мән бермейді дейді Алла Тағала. Қайсысында жүріп жаңағыдай құриды, қайсысында жүріп апатқа ұшырайды, қайсысында жүріп қор болады, оған Алла Тағала мән бермейді дейді. Оның яғни бұл дүниедегі проблемасы шешпейді дейді. Тағы бір хадисте айтады: "Ман кана хаммухул ахира жа'ала Аллаху гинаху фи қалби ва ататху дуния ва хия рагима." Тағы бір осыған сәйкес хадис: кімнің жейтін ғамы дейді, күнделікті уайымы, қайғысы ақирет болса дейді. Біз ең бірінші ақиретті уайымдауымыз керек. Ең бірінші мәңгілік өмірді уайымдауымыз керек. Сол мәселені көбірек әрдайым жаңағы санамызда, жан дүниемізде ұстауымыз керек. Олай болатын болса, Алла Тағала оның байлығын жүрегіне салып береді дейді. Жүрегін байтып қояды. Және оған бұл дүниенің мәселесі, бұл дүние дейді, мәжбүр болып келеді, артынан қуып келеді дейді. Ал мән кана хаммуху ад-дуния жа'ала Аллаху фақраху байна айнайхи ва лам я'тихи мин ад-дуния илля ма катабаху Аллаху лах. Ал кімнің жейтін ғамы дейді, дүние болса дейді, ақиретті ұмытып кетеді ол. Бұл дүниенің шаруасы, бұл дүниенің проблемасы, бұл дүниенің мәселесі, сонымен жүгіреді әрдайым. Намазын ұмытып кеткен, жұмасын ұмытып кеткен, мешіттегі кешке қарай болатын дәрісін ұмытып кеткен, Алла Тағаланы тағы ұмытқан, күнделікті ойлайтынның барлығы сол базардағы саудасы, бүгін 500, ертең 600, ар күн 1000 тапсам, сол бір үй алып қойдым, тағы екінші үйді алсам, балаларым өсіп келе жатыр. Уайымның бәрі сол. Ақирет уайымдамайды ол адам. Онда Алла Тағала оның кедейшілігін, жоқшылығын екі көзінің ортасына қойып қояды дейді. Және оған Алла Тағала жазғаннан артық бұл дүниеде еш нәрсе берілмейді дейді. Ол дүниенің артынан ол қуат. Яғни бұл біздің мақсатымыз ақирет деген сөз. Ақирет. Әрине біз дүниені тәрк ететін, дүниені мүлдем мысал үшін жаңағыдай сүрмейтін ондай үммет емеспіз. Біз екі қанатпен жүретін үмметпіз. Алла Тағала бағанағы мен оқыған аятта айтады: сендер бұл дүниедегі Алланың берген рызқы арқылы ақиретті талап етіңдер, ақиретті қамтамасыз етіңдер. Уәлә тәнсә насибәка минәд дуния. Бірақ дүниедегі несібеңді ұмытпа дейді. Дүниедегі Алла Тағала бізге рұқсат берген,
шеңберде дүниемізді қамтамасыз етуіміз керек. Бірақ после ахирет